Так. Сен неге бұйрық беріп тұрсың маған? Одан да дұрыстап түсір. Мен мына жерде қазір қызықты бағдарлама туралы айтамын. Тұрғын үй төлемін алатын аса құрметті де мәртебелі көрермендерге сәлем. Бұл ипотека академиясы. Бүгін мен бұрын әскери баспана деп аталатын, қазір жаңа баспана бағдарламасы туралы айтамын. Сонымен, егер сіз тұрғын үй төлемін алсаңыз, және сізде отбасы банкінде депозитіңіз болса, онда сіз жаңа баспана бағдарламасына қатыса аласыз. Ол бойынша бастапқы жарна 15%, жылдық мөлшерлемесі 8%. Аталған бағдарламамен несие алу үшін сіз байқауға қатысасыз. Ол жылына 1 рет баспана маркет порталында өтеді. Өтінішті қалай толтыру керектігін төмендегі сілтемеден көре аласыздар. Естеріңізде болсын, депозитте қаншалықты көп ақша және қаншалықты ұзақ жинаған сайын сіздің байқаудан өтетін мүмкіндігіңіз соншалықты көбейеді. Байқау. Ал байқаудан өтпей қалғандар болса ше? Немесе күткісі келмейтіндерге басқа бағдарламалар бар ма? Болады әрине, Әлия. Тұрғын үй төлемін алатын адамның депозитінде қажетті соманың 50% болса, онда олар бар болғаны 6%бен үй алады. Егер кезектен тыс нарядқа түскіңіз келмесе, онда шұғыл түрде лайк басыңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баяндама аяқталды. Сау саламатты болыңыздар.